Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен құйрық майды біз білмейтін пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Қой қазақтың қазынасы. Бұрынғы ата-бабаларымыз қой бағып күн көрген. Ол кезде қазіргідей медицина дамымаған, бәрімізге белгілі. Ауырған шағында табиғаттағы әр өнімді дәрілік тұрғыда пайдаланып жүрген. Ал осы тұста әлі күнге дейін сақталып келе жатқан дәрілік табиғи өнім қойдың құйрық майы. Сіз бұл жайлы не білесіз? Комментарий жазып астына қалдырыңыз. Жалпы қойдың майы 3 түрге бөлінеді. Олар құйрық май, шарбы май, бүйрек май. Алайда дәрілік мақсатында көбіне құйрық майды қолданылады. Құйрық майдың емдік қасиеттері: жөтелді басып қақырақты босату үшін құйрық майды шыжғыртып 50 грамм мөлшерінде ыстықта ішеді. Тұмаудан болған созылмалы жөтелге құйрық майды ыстық сүтке қосып ішеді. Жаңа туған баланың әр 7-де 1 рет тұзға шомылдырғаннан кейін суықтан сақтану және теріні жұмсарту мақсатында қой майымен сылайды. Балаларға тұмау тиіп жөтелгенде алқымды, алақанды, табанды қойдың жылы майымен сыласа сауығады. Ішуге және денеге, тері ауруына қолдану үшін қойдың майына дәрі алмастырады. Денеге қатты суық өткен кезде ұйықтар алдында табанға жағып жатса, таңға дейін денедегі суықты алады, ұйқыңыз тынышталады.